Бәріңізге сәлем. Бұл күнде лайк подкасты нәубеттегі саны баршаңызге кеулі кипия тілеген халда бүгінгі көрсетуімізді баслаймыз. Бүгін бізде мейманда социал тармақларда Меко мама атыменен белгілі болған Мехрибан Құдайбергенова мейманда. Хош келіпсіз. Ассалаумағалейкум, рахмет көрсетуге мұрат еткеніңіз үшін. Меко мама не үшін социал тармақларда бұл атпенен белгілі болдыңыз? Меконы яқшы Мехрибанға жақынластырдық, ал мама не үшін? Яқы ең бірінші мама атану атырған кезіңізде аккаунтыңыз ашылды ма? Қалай болды? Өзі өмірде адамның har түрлі рөлдері болады ғой. Бұл именно Меко мама басқалардан ажыралып тұру үшін бірінші нәубетте. Екінші нәубетте мен сол уақытында мен инстаграмды ашқан уақытымда балам 4 айлық еді. Сол уақытында, яғни екінші рет ана болып едім. Сол уақытында ойлаймын, қазір өзім анализ қылып қарасам, демек мама мен үшін сол уақытында ахметлі рөл ойнаған менің өмірімде. Яғни жауапкершілікті көплеу алғанмын деп анализ қылдым өзім. Солай үшіншіден инстаграмды бастаған уақытында мен бір реклама алып көп дараматқа шығып кетемен деген мақсат болмаған. Тек қана мен өзімнің брендімді жарату болған, яғни Меко деген брендті қалыптастыру. Сонан кейін Меко қолайлы ізіне басқа сөздерді құрастырып, яғни бренд қылу мақсатым болған. Содан кейін Меко мама деп немді адамların ядында да тез қалады, және өзгешелеу. Қалайынша Меко мама хами аккаунт ашады екен, әрқилы форматта, әрқилы жазулар менен өзінің кеуліне ұнаған. Енді сіз бренд қылу мақсатында, таныту мақсатында деп отырсыз ғой. Мәселен, не затқа текарланып таныту? Қандай да бір бизнес ашып яқы? Яғни бұл 1-2 жылдық мақсат емес та. Келешектегі мысалға бір оңлаған жылда қандай да бір бизнес ашсам, бірінші өзімнің брендімді танытып, сонымен давам етіп кету деген мақсат. Қандай бизнес болса да, оның бренді, яғни оның аты Меко мама болу керек. Меко менен. Меко. Меко Milk. Қазірде социал тармақларда көп халықтың да жүрегінен шығып жатырған табиғи өнімдерді іздеуші Меко Milk фирмасы жүргізіп жатырсыз, иә? Бұл салаға, бұл бизнес леди болуыңызға не себеп болды? Ең бірінші аккаунтыңызды аштыңыз. Аккаунтымды аштым. Негізінде ойлаймын, мен үлкен үйдің келінімен, бәрібір үлкен адамдардың патиясында сөз көп деп ойлаймын. Себебі қазір біздер тек арғы жөнелісіміз торақ істеп шығарамыз, табиғи. Торақты мен ең бірінші рет ата енем үшін істеп үйрендім өзім. 2 жылдай солай үйде өзім істеп жүрдім, және оны историяға қоямын инстаграмда. Сонымен өзімнің аудиториямнан сұрап басылады адамдар. Біздерге де сатың, біздерге де істеп берің деп. Баста мен енді үлкен үйдің келіні болғаннан кейін оны қосымша бизнес қылып істей алмайтығымды біліп, яқ деп разы болмай жүрдім. Сонымен бір күндері солай бір неміз ілтимас етті. Сонымен давамлы болып сұраныстар көбейіп кетті. Сол дәрежеде сұраныс көбейді, мен ойлаған жоқ едім ондай. Біздерде табиғи затқа адамдар қатты жақсы көретұғын. Солай баста ата енем үшін таярлап, кейін өзімнің сол хоббиім болып кетті. Одан кейін бизнеске айландырып жібердік. Сол бизнесте партнерларыңыз кім? Баста кім болды? Кім қолдап қуатылады сізді? Қолдап қуатылғанда сол шаңырақ ағзаларым бірінші орында. Өмірлік жолдасым бірінші болып өзім үйде істедім. Әлбетте әммеде де қиыншылық болады, себебі бизнесті нөлден басылау аңсат емес. Үйдің жұмысларына, балаға, әммесіне үлгеру аңсат емес. Бірақ сонда да білмедім негедір, ішімнен сондай бір өзіме деген үлкен сенім болды сол уақытта. Әлбетте. Қазірде сол Меко Milkте жұмыс істеуші қызлар неше қызды жұмыспен тәмінлеп қойыпсыз? Өзіңіз айлықпен тәмінлейсіз, иә? Әлбетте. Қазіргі уақытта өзімнен басқа 3 қызды жұмыспен тәмінледік, және бір баламыз бар. Магазиндерге өнімдерімізді апарып келетұғын, яғни доставщик. Ең бірінші сап пайда қандай болды? Сап пайда. Енді табиғи өнімді істеп шығару о дәрежеде қиын деп ойлаған жоқ едім.
ішіне оны көплеу уақыт ұстап тұратұғын затлар қосылмайды да біздерге. Одан кейін ол басында тәжірибе, тек қана тәжірибе, өзім ешқандай пайда көрмесе ма мен істей бердім. Бір күні бұзылып кетеді, сонша таярлап қалған өнім затларымыз. Соменен тәжірибе болып басында ондай дараматқа шықтым деп айта алмаймын. Қазіргі уақытта да біздер тәжірибенің өзіміздің үстімізде істеудің жолындамыз еле кетейін. Хаммесін қолдан істейсіздер ма, яки бір установкалар, аспаптар бар ма? Әлбетте, қазір заманауилестірілдік, заманауи неге алып келдік, хаммесін станоклар істейді, өзінің кептіріп беретін аппаратлары бар. Қазіргі уақытта кішігірім цех болса да, бірақ заманауи қылып істеп қойыпсыз ішіндегі шариғатларын. Қандай жақсы. Мәселен, 3 қызым бар деп отырсыз ғой, жұмыс істейтұғын. Оларға қаншалықты дәрежеде істеңіз, себебі табиғи өнімді істеп шығару үлкен жауапкершілік талап етеді. Әлбетте. Бір өнімді істеп шығару, бір торақтың пайда қаридардың қолына жетіп бараман дегенше 5-6 күн давам етеді. Бір қателік кетті ма, болды біздердің 5 күндік, 6 күндік минетіміз күйіп кетеді. Соның үшін оларды да сот бар-бірам талап етіп, уақытында системаластырып, бәрін үйретіп қойған. Әлбетте. Ойламаған жерде сол кішкене бір ата-енеңіздің күйеуінен шығу үшін, шаңырағыңыз үшін, перзентлеріңіз үшін істеп отырған кішкене бір өнім үлкен бизнес леди болуыңызға алып келді. Қандай жақсы. Қазір бізді көрсетуімізді көріп отырған болашақ бизнес ледилар бар. Оларға маслахатыңыз ең бірінші неден басталу керек? Мәселен, сізде осы уақытқа шекем бір қанша жетістіктерге ерістіңіз? Қандай машқалар, қандай қиыншылықтар болды? Үлкен бизнес леди болдым деп айта алмаймын. Сол біздерім соның жолындамыз, харекетіндеміз. Ең бірінші көп адам айтады, бір бизнес басылап қою керек еді, өзі ақша келіп тұратұғын, дарамат келіп тұратұғын деп. Ондай енді басылап атырған бизнесті, нөлден басылаған бизнесті ешқандай да ондай ол тур келмейді, хақиқатқа тур келмейді. Бәрібірім қаншама өзінің қиыншылықтары болады. Өзің сол бизнестің ішінде жүруің керек. Және де айтарым қыз келіншектерге ең үлкен дараматлар адамның қызығушылығынан, хоббинан келіп шығып пайда болады. Ол бір айда, 2 айда сондай дараматқа шығып кетуі мүмкін деп айта алмаймын. Бірақ барырам шын кеуілден істесең, өзі берекесін береді. Әлбетте, қазір көпшілік сол ойда, сол санамен жүреді. Дұрыс айттыңыз, жаңа бір нәрсе ашып қою керек еді, жүргізіп қою керек еді, қосымша деп. Ал қазір өзіңізде неше жұмысыңыз бар? Сол бизнесіңіз бенен мемлекетте жұмыс істейсіз ба? Яки тек қана сол? Мемлекетте жұмыс істемеймін. Ата-енемнің қолында тұратұғын кішкентай келінмен 2 балам бар, Аллаға шүкір. Үйдің жұмыслары дегендей. Бірақ Нүкіс мемлекеттік педагогикалық институтында 3-ші курсында студентпен қазіргі уақытта сыртқы бөлімде. Қандай жақсы. Үйде отырып та көріп отырған жоқсыз. Әлбетте, жеке өміріңіздің күнделік бетлерін ашсақ, ең бірінші балалық дәуірлеріңіз қандай өтті? Қаяқта өтті? Негіз қаяқтың қызысыз? Нүкістің қызымын. Нүкіске тұрмысқа шықтыңыз? Әлбетте. Біздер үйде 5 перзентпіз, мен 4-ші қызбан. Балалық дәуірлерім 4 қыз болсақ та біздерді қаттыға неде ұсламаған, қысымда ұсламаған, еркін өскенбіз. 4-еуміз 4 түрлі әлем, 4 түрлі дүние қарасымыз, 4 түрлі талантымыз бар. Енді әркімнің өзінің несіне байланысты. Айта жағым, қыз баланы қаттыға қысып, қатты тәртіпте ұслауым керек емес шығар деп ойлаймын. Еркінлік керек бәрібір. Рауажлану үшін, келешекте өзінің пікірін еркін айта алу үшін, жәмиетте орнын таба алу үшін, сырттағы адамдар оны басып тасламау үшін, әлбетте қыз баланы сол ерте дәуірлерден бастап еркінлікке үйрету керек. Әлбетте тәрбиеде керек. Бір жағынан еркінлік керек деп ойлаймын. Мен де қазір мақтанышпенен қуанып айтамын, әсіресе анам көбірек біздерді қолап қуатлайтын еді.
еркін өсірді, яғни біздермен досымыздай болып сөйлесетін еді, ішіміздегі сырларымызды әрқайын анамызбен бөлісе алатын едік. Содан кейін болса керек, қазіргі уақытта солай пікірімізді еркін жеткере аламыз, өздерімізді керек жерінде қорғай аламыз. Солай. Әлбетте. Тұрмысқа қашан кіріп келдіңіз? Қандай уақытта? Өзіңіз ойлаған уақытта, өзіңіз ойлаған сәнеде, һәм өзіңіздің ұнатқан, жақсы көрген інсаныңызбен кіріп келдіңіз ба? Өзімнің ойлаған уақытымда деп айта алмаймын. Не үшін? Бірден болып кетті, себебі ол. Мен сондай актив... Сізді алып қашып кетті ма? Иә, ондай болмады. Мәжбүрлеу болған жоқ, әлбетте. Колледжде мен мектепте да, колледжде да активны қыз болдым. Екінші курста солай колледжде қандай бір жиналыстар болады, байрам кешелері болады, ешқайсысына құр қалмайтұғын едім. Сондай активны қыз болдым. Солай өмірлік жолдасыммен танысып, сөйлесіп, содан кейін 6 айдың ішінде уже 3-ші курсымда тұрмысқа шығып кеттім. Яғни 17 курсыңызда сіз неше жас? 17 жас. Және мен өмірлік жолдасымен сөйлесіп жүрген уақытымда енді ашық сөйлесу керек болғаннан кейін айтатпын. Сөйлесіп жүрген уақытымда 17-ге толған жоқ едім еле. 17-ге толған күнімнің ертесі күні солай алып қашып кеттім. Еле сізде паспортта жоқ? Паспортта жоқ. Иә, паспортта жоқ. Үйіңіздің іші қандай мөнәсебет білдірді? Үйімнің іші бұл күнде лайк подкасты ашық сәубет, әмен нәрсені жасырмастан, ұялмастан айтсаңыз болады, себебі бізді көпшілік аял қызлар тыңдайды. Тура қабылдады, турасын айтқанда. Болу керек. Бәрібір енді өзінің перзентін ерте жаста тұрмысқа беруге ешкімнің көзі қимайды. Әлбетте. Себебі анаң сол өмір қиыншылықтарын көргеннен кейін ұлма өзі білет өмірде үлкен өмірге сен неше жаста, 25 жаста ма, 17 жаста қадем қоясың ба, бәрібір сол қиыншылық басыланады, содан басылап. Қимайды бәрібір, сонда да солай тура қабылдады. Разы болған. Сол кезде сізді тасылап кеткен. Ава. Қандай болды ең бірінші келілік дәуіріңіз? Сізді не затлар қинады? Өмірлік жолдасым туралы да айтып кетейін. 17 жаста үйленбей тұрып, жақылары, өзінің жора жолдаслары, хамесі бұл жолдан қайтарғысы келген. Енді қазіргі уақытта ауа. Ойлап қарасам, 2008 жылдар қазір 17 жас болады екен. Мен оларды қазір бөпе көремін. Ол уақытта да мені хәме бөпе көрген екен, бірақ қиялымда мен өзімді үлкен адам сезетін едім. Өмірлік жолдасыңыз нешінші жыл сонда? Өзіңіздің неше жас? 9 жас үлкен. Сөйтіп хәме қарсылық білдірген, яғни келешекте семья болғаннан кейін болды, екеуіңіз тартуыңыз керек, оның ауырлығын, жүгін дегендей, солай қайтарғысы келген. Ол сенің қасыңда сенімен бірге тұрып бере алмайды қиыншылықтарға, семьяның нелеріне деп. Себебі ол елі кішкентай. Кішкентай елі колледж жасында оқушы депті. Бірақ сол уақытында өмірлік жолдасым кейіннен айтып берді, 2 жылдан кейін айтып берді. Керек болса, бір өзім бағаман семьяны. Бірақ осы қызға үйленемін деп. Не үшін деді? Мен айттым, сөйлесіп отырған уақытымызда. Ашық сөйлесуге қарекет етеміз күйеуменен, екеуміз жалғыз қалған уақытта. Не үшін? Мысалы, қолында кәсібі жоқ, бір дараматы жоқ, қызға қалай сіз сеніп үйлендіңіз деген уақытында енді сөйлесулер болды ғой, біздер 3-4 ай давамында сөйлестік. Сен шашыңды сондай қылып нетіп жүретін едің, әр көріскен уақытымызда сенің шашың былай айтқанда аккуратно тұратын еді дейді. Шашын аккуратно ұстай алған адам өмірде хәмизатты еплеп кетеді деп сендім дейді. Ешкімнің ойына келмеген зат. Солай. Қызлар шашылаңызға тәуелді болып жүр.
Сонымен тұрмыс құрдыңыз. Әлбетте, баста 1-2 ай әлбетте той бола ма дегенше ойын күлкі қызық болады, қиыншылық бәрібір бірінші бала туылғаннан кейін оған жүклі уақытта басылынады. Бірақ ешбір қызға мен ерте тұрмыс құрың деп мәслихат бермеймін. Не үшін? Себебі өмірлік жолдасын қолдап қуатлап тұрғанменен, ата енең қолдап қуатлап тұрғанменен сен бәрібір рухи жақтан тайын болмайсың ол затқа. Сен баланы ол табиғи процесс болғаннан кейін баланы өмірге алып келуің мүмкін. Бірақ сен оған жауапкершілік алуды, оған жақсы қарауды, жақсы ана болуды сен рухи жақтан түсінбейсің. Сол көп қате кемшіліктер болды сол бірінші баламда мен. Соның үшін еш қызға мен ерте тұрмыс құруды мәслихат бермеймін. Өздеріңізді таярлап, Ақыл есіңізді тоқтатып, Ау. рухи жақтан дайын болған адам һәмме нәрсеге тақ тұрады дейді ғой. Сол белгілі бір кәсіпті иелеп, болмаса өзіңізді бір еплеп кете алатығындай дәрежеде болған уақытыңызда тұрмысқа шықса болады. Бірақ Сол ерте жаста тұрмысқа шыққан дұрыс емес деп ойлаймын. Әлбетте. Сол бір қиын дәуірлер қандай болды? Ең бірінші перзентіңізге жүклі болғаныңызды естіңіз, білдіңіз. Сізде қандай сезімдер болды? Елі өзіңіз баласыз. Өмірге келгеннен кейін туышын айтқанда оның анасы екеніңді сезінбейсің. Жасың кішкентай болғаннан кейін ба, бәлкім тайын емес болғаннан кейін ба. Сол жауапкершілік бәрібір сене о дәрежеде болмайды. Соның үшін көп қателер қылып қоясың, және ол өмір бойы өзіңді балаңның алдында айыплы сезінуге алып келеді. Қазірге дейін мен психологлармен жұмыс істеп, өзімнің үстімде істеп, қазір басылды ол ішімдегі тревога дейді ғой, мынандай қарсыласулар. Бірақ сол уақытқа дейін мен баламның алдында өзімді айыплы сезінетін едім. Яғни сол уақытында мен дұрыс қарай алмаған, бір жер ауырса мысалы, сол уақытында дұрыс қарай алмадым. Мен жақсы ана бола алмай жатырмын. Сол зат іште тұрады бәрібір. Өмірде жасауға ол ауыр жүк болып жүреді. Соның үшін айтылады, қыз бала тұрмысқа тайын болып шығу керек деп. Бірақ енелеріңіз, мамаларыңыз қарасты. Әлбетте. Қолып қуатлады. Әлбетте. Бірінші перзентіңіз ұл ма, қыз ба? Ұл. 2 перзент бар ұл. Қазіргі уақытта мектепте 2-ші класста оқиды. Қандай жақсы. Енем қарасты, әрдайым қолап қуатлаған деп отырсыз ғой. Ата енеңізбен бірге тұрасыз. Осы уақытқа шекем енеңізден естпеген гап яки сөз бар ма? Ескіңіз келетұғын? Мен өмірде 2019 жылы өзіме сондай бір қағиданы ұстап алғанмын. Ешкімнен еш нәрсені тәметпеймін. Бірінші орында. Біздерді қинайтұғынам, өмірді ауырластырып жіберетұғынам зат сол. Біреуден жақсы сөз күту, біреуден қандай да бір затлар тәмету дегендей. Адам баласынан бір затты тәмету, ол уже сенің жасауыңа не алмайды, ауырлық сезім береді. Соның үшін ол затты ұлыма мен алып тастамаймын. Ешкімнен тәметпеймін. Жақсы сөзім, енді өмірлік жолдасынан тәмету ол табиғи, сыртқы нелерден, атрапымыздағы адамдардан. Қандай жақсы. Жас уақыттан тұрмысқа шықтыңыз ғой, енді 17 жас уақытыңызда асхана жұмысларына қандай болды ебіңіз? Қиын, қатты қиын арасында да. Бәрібір қыз бала уақытында үйіңде қалесең пісіресің, қалесең ажбаларың пісіреді дегендей жауапкершілік алмаған боласың. Сізде көбінесе жауапкершілік болмаған, себебі кішкентай қызы болдыңыз, алдыңызда 3 ажапаңыз һәмме жұмысларға тақ тұратұғын еді. Әлбетте. Бірақ еш енемнің басында маған бір 2-3 жыл асханада қасымда жәрдемде жүрді. Одан кейін асханаға қазіргі уақытта кірмейді, араласпайды. Не зат пісіріп жатырмын, мәслихаттесіп пісіріп тұрамыз енді ауқатларға келген уақытында, бірақ затларды ана қорақым сал, мына қорақым сал. Басым келінге көбірек басым өткермей бермеу керек деп ойлаймын. Өзі күйдірсін, бүлдірсін, пісірсін, бәрібір үйрену керек ол. Сізде басым болды ма? Басым болған жоқ сол. Енемнің ең үлкен маған қолап қуатлағаны сол басым болған жоқ. Қазіргі күнге дейін ондай емес. Уақыт өтуменен жаңағыдай азық ауқатты да үнемлеп, оны жылдар өтіп өзі қалыптасатын зат ол.
Әлбетте, қандай жақсы. Жаңа айтып отырсыз ғой, бірінші перзентімде сондай қателіктерге жол қойдым, қазірге шекем ол бар еді деп. Ал екінші перзентіңізге жүктелу уақытта қандай болдыңыз? Ол уақытта жауапкершілікті қатты сезініп, жаңа айтып отқанымдай аналық менде несі сол уақытында басым болған. Жаңа Мико мама қоюымның себебі сонда деп. Қатты жауапкершілікпенен қарап, және де сол жүклі хаяларға айтарым, келіншектерге айтарым, жас келіншектерге, сол жүклі уақытыңызда өзіңізді максимально асырың. Максимально сіз өмірге бір үлкен бір тұлғаны алып келе жатырған болғаннан кейін сіздер қалесеңіз қалемесеңіз соған жауапкершілікті алуыңыз керек. Біреулердің сөзіне, біреулердің гәпіне, қылған қылығына ашу етіп, һәмме зат стресстен келіп шығады негізінде. Ол затларды кейіннен түсіндік бәрібір. Біреу айтқанменен пайда бәрібір біздер этибар бере бермейміз ғой. Өзің басынан келген уақытында түсінесің. Көп стресске берілмеу керек. Сіздің бірінші миссияңыз сол баланы аман есен өмірге алып келу. Әлбетте, дұрыс айтасыз. Көбінесе қазір біздің жәмиетімізде аял қызлар сол перзент дүниеге келтіру басқышында декреттен кейінгі декрет уақытында көп депрессияға түсіп қалады да. Негізі ең үлкен жауапкершілік кәсіп бұл сол декреттегі аналар, аналық кәсібі. Әлбетте. Және сол жүклі уақытындағы сіздің жағдайыңыз, сіздің характеріңіз балаға өмір бойы беріледі. Екі баламның характері екі түрлі. Сол нағыз менің жүклі уақытымдағы менің характерім. Бірінші перзентіңіздегі характер қандай сонда? Сіздің балалық дәуіріңіздегі? Біз ата-ана болып оған көп имканият жаратып берген сайын оның кеулі толмайды. Бір нәрсеге кеулі толмай тұрады. Мен анализ қылып қарасам, мен 2 қабат уақытымда сондай болған екенмін. Кеулім толмайды. Не затқа кеулім толып отқанын өзім түсінбеймін. Сол жаңағыдай бала болғанмын да. Сол екінші балам, бәрібір екеуі екі дүние. Қазір үшінші перзентіңізге жүгілесіз. Құдай қалайсыз. Неше айлық болдыңыз? 9-шы айдамыз, Құдай қалайсыз. Аман есен бауырыңызға басып алың. Лайым, har бір перзентіңіз ел сүйгендей жәмиетке белгілі инсандардың бірі болсын. Аял адамның бойында болу керек болған нәрселер не нәрселер? Хаял адамның емес, ұлыма айтқанда, инсандардың бірінші орында адамгершілігі, иманы бірінші орында болу керек деп ойлаймын. Онан кейін ал сізде қандай қасиетлер бар, яки жоқ деп ойлайсыз? Себебі қазір социал тармақтарда өзіңізде теңдей рауажланып отырған, белгілі болған, жәмиетке белгілі хаяларды көріп отырасыз. Соларға қарап, мәселен, менде мына зат жоқ, яки менде мына зат төмен деген бір ойлар келеді ма? Өзіңізді төмен тұтатығын, яки өзіңізді содан жоғары тұтатығын уақытлар болады ма? Алдылар болатығын еді. Қазір жоқ. Қазір жоқ. Алдылар қандай болатын еді сонда? Біреу жетістікке жеткізіп жатса, біреу қуанышпен бөлісіп жатса, неге менде жоқ, неге мен ондаймын, сұрау басымның ішінде. Меніңше ол адам өзін толық қабылдаған уақытында тоқтайды екен. Қалай қабылдайды сонда? Көпшілік айтады, мәселен, жетіскеліктерге еріскен инсандар, психологлар, адам өзін қабылдау керек, қайтып қабылдау керек. Сіз өзіңізді қайтып қабылдадыңыз? Комплекстер болуы мүмкін әр адамда. Бойым кішкентай, бетімнің мына жері мынандай, басым үлкен, мұрным үлкен дегендей. Семізбен. Һәмме өзгерістер бірінші орында өзіңді қабылдаған уақытта болады. Сен мысалы қазіргі уақытта тура сенде келіп тұрған дарамат жоқ. Тура сен қатты қиын жағдайдасың. Бірақ оны ойлап отыра бергенменен ешқандай өзгеріс болмайды. Сол жағдайды тура қабылдаған уақытыңда демек осы зат маған қазір керек болып тұрды, яғни болу керек екен менде қазір. Сон нені қабылдаған, жағдайды қабылдаған уақытында өзгеріс болады екен. Мен бұны неше мәрте өзімнің тәжірибемде сынап көрдім. Шын күйеуілден қабылдап, шын күйеуілден міннетаршылық білдірген уақытында жаңағыдай өзгеру басқышына, рауажлану басқышына өтеді екен адам. Сіз қандай комплекслеріңізді қабылдай алмадыңыз? Ал қазір басқаша? Менде точно айтқанда комплекс болмаған.
бойым кішкентай болғанымен мен оны комплекс қылып қабылдамағанмын. Себебі біздің үйде жаңа айтқанымдай еркіндік болған. Соның үшін ешқандай да өзімде комплекс бар деп айтпаймын. Неге бойыңыз кішкентай емес, может өзіңізге жарасың ба? Бұрында сондай қылып айтатын еді. Әлбетте, шаңырақ басшысы негізі қандай болу керек? Ер адам туралы айтасыз ба? Енді тек қана ер адам емес, har шаңырақта әрқилы басшы бар. Бір шаңырақларда аял адам басқарады. Соны басшы деп қабылдаған шаңырақлар бар. Ал сіздің шаңырағыңызда қандай? Ата енеменен тұратұғын көп шаңырақларда кететұғын қателік. Мен өзім көрсетулерді көбірек адамның өмірінен алынған көрсетулерді көп көретұғын едім осы уақытқа дейін. Себебі өзіме жұмақ шығарып алу үшін. Біздер қандай үшін едеміз, қандай қате кетіп жатыр біздерде дегендей. Көп ата енемен тұратұғын ерлі зайыптылардың арасында балаға жауапкершілік деген екінші орынға түсіп қалады екен. Ата енем қарайды. Ата енем қарайды. Және де тәрбиясына, мысалы, мамасы я папасы ұрысып жатқан уақытында тиме менің балама деп ата ене араласады ғой. Сол уақытында ата енемен тұрғанменен бәрібір ерлі зайыптылы өзінің шекарасы болу керек балаларының арасында. Балалардың алдында авторитеті болу үшін, яғни бір сөзбен айтқанда ерлі зайып бір команда болған уақытында ол менің айтып отырғанымды қате түсініп қалуы мүмкін көпшілік. Бір семейде тұрып екіге бөліну емес ол. Шекарасы болу керек бәрібір. Жауапкершілікті ата-ана теңдей алу керек балаға. Мен қазір көп бала туралы айтып отырмын. Енді қазіргі өзімнің азаннан кешке дейін ойлайтын сол бала тәрбиесі туралы. Жауапкершілікті ата-ана алу керек. Себебі ата ене дұрыс қатты жақсы көреді, бақырғысы келмейді. Бәрібір тәрбие керек болады. Сол көп қате кететұғыны сол жақында. Яғни үлкен балада я ол ата апаның баласы емес, я мама папаның баласы емес, екі ортада қалып қояды. Сол. Қазіргі уақытта көп аял қызларда, көпшілік ер адамларда негізі ата енесіменен тұрғанды мақұл көрмейді. Ал сізде қандай? Мәселен, қандай маслихат бере аласыз қызларға? Негізі бір сол жас шаңырақтың ойында болады. Бөлек тұрсақ хамесі идеально болады, басқаша болады деген ой. Сіздерде қандай? Сол өмірімді толық қабылдап кеткеннен болатын шығар, бәлкім ондай ой ешқашан болмапты. Болған болуы мүмкін, бірақ қазір ядымда жоқ. Себебі өздерім сам үлкен ата-апаның тәрбиесін көрген, үйден шыққаннан кейін уже кішкентай үйдің кішкене перзенті ма болды. Сол үйде қалу керек деген зат біздің миымызға программаласып қалған. Енді қазіргі көп нелер қызларымыз дұрыс өзінің өмірін жолға қоя алмай отырған, психолог дейміз ба, өзінің өміріне үңіліп қарасаң, ол дәрежеде идеальный болмауы мүмкін, бірақ адамдарға сол дәрежеде ақыл береді. Енді тұрмыстың өзі бастағы 5 жылдық сынау дәуірі дейді ғой тұрмыста. Сондай дәуірде тұрған уақытында сондай шеттегі сөздер бәрібір тәсір етеді. Екі ойлы қылып тастайды адамды. Сол барынша қабылдау керек. Басылысы қаял қызларымыз өзін қапай қылып қоймаса, өзінің шекарасын қорғап білсе, өмірді қиынлата бермесе, жақсы жасауға болады деп ойлаймын. Әлбетте, баста айттыңыз ғой сіз, сол социал тармақларға өзімнің пісірген, істеген затларымды қойып басладым деп. Енді ата енесі бар шаңырақлар және жақыларынан басқаша бір гап сөз болатығын шаңырақларда көбінесе не қылдайды? Социал тармақтағы шығуларыңды жинастыр, шеклеулер болады. Сізде қандай болған шеклеулер болған ба негізі? Негізі көп жасы үлкен адамларға ерсі көрінеді да бұл нәрсе. Әлбетте басында ата енем оны білмейтұғын еді. Инстаграмда мен сондай рецептер қоятұғыныма қайнапаларым ең басында көрген уақытында молодец, зор, мен сенде ондай не бар екен білмейтұғын едік қой Қайнапаларыңыз? Әлбетте қуанып, солай қоңырау етіп маған бір сөзбен айтқанда құтылған да. Басында хамесі жақсы бола береді, бірақ біздерде сондай бір адамдар бар.
гаптас дейтұғын ата енеме бір жиынларға барған уақытында сондай келіннің біздер қопалығып айтқанда сіздер азаннан кешке дейін не жеп жатқаныңызды біз көріп отырмыз инстаграмда деп қопал қылып айтқанда, сөйтіп туырдан туыры бәрібір ол жасы үлкен адамдарға ерсі көрінеді. Әлбетте. Сол бір күні атам солай ескертті күйеуіме, өмірлік жолдасыма. Көрсете бермең, ол бір жағынан дұрыс емес дегендей. Солай, бірақ азайттым көрсете беруді. Алдын көрсететін едім, қайыл қыздарға идея болсын деп. Олардың білмегенін менен біліп алсын деген мақсатта. Сол Азлау көрсететін болдыңыз ба, яки тоқтаттыңыз ба? бір жыл давамында тоқтатып тастадым, расын айтқанда. Себебі мен сондай немен жасыл үлкендердің сөзін қатты қабылдаймын ба сондай. Күйеуіңізге алып қаласыз. Бір жыл давамында ол неосознанно дейді ғой, сондай болғанда көрсеткім келмей қалған ұлыма есатты. Сонымен Кейін қалай давам еттіңіз? сол жаңағыдай адамдардың сөзіне дәрежеде этибар бере бермей, мен көрсетсем жаман зат көрсетіп отырған жоқпын. Азынан кешке дейін ойнап, я бір шағалмастық құрып, адамдарға пайдасыз затлар көрсетіп отырған жоқпын деп өзімді солай настройкалап алып, кейін давам етіп, бірақ біздерде сөз жаман да сол. Және келіп ата енеңе себебі біздерде менталитетте ата енені бір үлкен басқаша құрметпен қарайды, құрмет көзқарасымен қарайды. Олардың сөзі әрдайым біздерге бір үлкен болып тиеді да. Сол. Әлбетте. Кейіншелі сол адамдардың гәп сөзіне қарамастан және қадем таслауыңыз қазіргі рауажлануыңыздың бір рауажлануыңызға сондай бір түрткі болған, меніңше. Әлбетте, өмірде сабақ алатындай қандай қиыншылық жағдайды бастан кешірдіңіз? Қазір қызлар күнделік бетлеріне түртіп қоя алатындай. Сұрауды алып тастаса қандай болады? Неге? Бар, бірақ оны еш жерде айтпаймын да. Неге? Қазір уақыт емес та, оны 1-2 жылдан кейін айтсақ болады да. Бізге сол бір қиыншылық дәуірлер қызықта, себебі көп қазір социал тармақларда белгілі болған инсанларды жаслар көріп отырды ғой. Сондай бір идеологиясы өзгеріп отырды да, осылардың өмірі идеальны, осылар ешқашан бәрібір Алла тарапынан сондай нәрселер берілген, неге біздерге берілмеген деген өзінде көп икслар бар. Негізі бұл инсанлардың өміріне де сондай қиын дәуірлер болып отырғаны, олардың денсаулығына да, олардың шаңырақларында да не дейді, шайбалыс болып тұратығынан біз ашып бергіміз келеді. Менің өмірі идеальны емес. Менде сондай қиыншылықтардан өтіп, сол басқышылардан өтіп, үлкен жетістіктерге, бақытқа ерсіп отырғанын көрсеткіміз келеді да. Айтып берсеңіз, қандай қызық. 2022 жыл, сол екінші балам ауырды. Сол уақытында енді қандай қылып ауырды деп айтып отыруым шарт емес. Қатты не зат бұл? Жеке. Сонан кейін өмірлік жолдасым айтуымды қаламайды. Сол уақытында түсіндім. Сол уақытында мен бір 5 жасқа есейіп кеттім деп айтсам болады. Перзенттің сондай дәрежеде ата-ана үшін берілген ең үлкен сый екенін, оның оған шүкіршілік етуіміз керек екенін, денсаулықтың қадірін сол кезінде қаттыға түсіндім. Өмірлік жолдасымыз екен. Бәлкім әрбір сынақ біздер үшін қайырлысы болады. Содан кейін өмірлік жолдасым екеуміздің арамызда елі де жақсылық пайда болды. Елі де бір команда болуға сол уақытында түрткі болды деп айта аламын. Бірақ мен әрдайым инстаграмда айтамын, ешкімнің өміріне ондай дәрежеде экранда көрінгендей қылып сенбең. Себебі менде де қиыншылық болады, олар қиыншылықтарын көрсетпейді, олардың отношениясы идеальный емес, тек қана жақсы. Біз өздеріміз өмірімізде мысалға бір күнді анализ қылып, қандай жақсы уақия болды, соны түртіп алып, шүкіршілік етуіміз керек та. Біздер көп нәрсені ұмытып кете береміз. Сырттан іздейміз. Анализ қылмаймыз. Алдана береміз. Анализ қылмаймыз көбінесе. Негіз көп қиыншылықтар болды ғой? Айтпай жатсыз. 5-6 жыл анық.
жылдан кейін айтамын дегенше. 2 жылдан кейін айтамын. Не болды қазір? Айттым ғой жаңа айтқанымдай. Жұмыс істеп уже ол затларды қайғырып еслегім келмейтін болған негедір. Жіберіп тастағаныма ма полный. Бәрібір жаңа затты айтайын мен. Жаңа айтқанымдай, үлкен тұрмысқа 20 жаста келесіз ма, 25 жаста келесіз бе, әммеде сол тұрмысқа шыққан күннен бастап сол үлкен өмірге қадем басылады. Біз қадеміз ба, қалемейміз ба, сол дәуір басыланып кетеді. Және сол уақытында әммеде қиыншылық болады. Әрбір ситуацияға, әрбір жағдайға сіз максимально харекет етесіз, мынағынан бір көресіз, мынағынан бір көресіз, тәсір етуге болып жатқан жағдайға. Сіз соны өзгерте алмадыңыз ба, демек оны қабылдау керек деп өзіме сондай қылып жаңа айтқандай настройкалап алғанмын. Солай қабылдаймын сол жағдайды. Демек бұл менің өмірімде болу керек. Виноны да үлкен басымның астында шығарады дейді ғой. Солай басым болғаны енді сыртқы нелерден емес, сол бір қиыншылықтардан, қиыншылықтар яғни мен үшін хайырлысы деп өзіме солай мотивация. Енді бұл гап сөздер қазіргі уақыттағы сіздің ақылыңызбенен, өмір тәжірибеңізбен айтылып отырған нәрселер. Ал 17-18 жаста жаңа тұрмыс құрған жас қыз сыпатында сол уақыттағы қиыншылықтар қалай қабылдадыңыз? Мәселен, үйге кетіп қаламан деген жағдайлар болды ма? Ажырасаман деген жағдайлар болды ма? Тұрмысты болды қояман деген жағдайлар болды. Болады, әмеде де болады деп ойлаймын. Қосымшасына ол және 17 жас қыз болса десе. Сондай уақытта ананың рөлі үлкен екен. Қазірге дейін Аллаға шүкір деп мінедаршылықпен ядыма аламын өзімді іштен да. Сол уақытында анамның берген ақыл насиятына. Аллаға шүкір, қазіргі уақытқа дейін анам еш уақытта неге сіздерде бұндай болып жатырды деп біздердің үйімізге келіп көрмеген. Яғни біздердің шаңырағымызға араласпаған. Сол уақытында да маған айтқан өздеріңіз тоқтатаман деген дәуірлер болған сізде. Әлбетте. Ол хамеде болады. Ажырасып болып, сондай жұмыс істеп кетемен, ақша тауып кетемен деген әме қыз келіншекте болады, әсіресе балалы болғаннан кейін. Сондай уақытта анама көп рахмет айтамын. Сол уақытында берген ақыл насихат үшін. Қазір айтады енді сол уақытында ішімнен сен жаңағыдай қылып зоңна кеткен уақытыңда мен қатты қиналатын едім. Бірақ маған күліп ақыл насихат айтатын еді. Сен ана кімнің өміріне қарашы, сен шүкірсен ғой, неге сен шүкірлік етпей жатырсың? Сол затларды миымызге құя беретін еді har сөйлескен уақытымызда. Бірақ қазір сол уақытында қатты қиналатын едім деп. Бірақ қазіргі уақытта мен анамменен көп өзімнің машқалаларымды, проблемаларымды айтпаймын. Себебі 4 қызы бар, ол біздер айтпасағам өзінің нелері, машқалалары бар, үйінің жұмыстары бар дегенде қазіргі уақытта ұлыма айтпаймын. Қыз бала өзі әрбір үйде болып отырған жағдайды анасымен бөлісе беруі, күніне 2-3 рет телефонда сөйлесіп, не болды, не қойды, әмесін айта беруі дұрыс емес қыз балаға. Себебі мысалға сен күйеуіңмен ұрсып қалдың ба, оны мамаңа айтасың, ертеңіне жарасып кетесіз. Ол мамаңның жүрегінде қалып қояды. Себебі сені сол жасқа дейін асырап, абайлап, бір маманың хәзірлеп айтып қойған гапы бар. Жаңағыдай қызыма сонша өсірген қызыңа біреу жаңағыдай сыртынан жаңағыдай жаман сөз айтса, аузына ұрғын келіп кетеді деп. Сондай қылып өсірген адамына мысалға біреу нақақылық қылса я ұрсып қалса мысалға бәрібір кеудінде қалып қояды. Ол дұрыс емес. Сен ұмытып кетесің оны, себебі бірге жасап отырған адамың болғаннан кейін. Ал олардың кеуілінде қалып қояды дейсіз? Олардың кеуілінде қалып қояды. Күнмен айтып отырсыз, анама жақын болдық. Қызлардың бәрі анамызға жақын болдық, анамыз қолап қуатылады, әрдайым мотивация берді деп. Әке қаяқта? Әкеге негізі қызлар жақын болады. Ал сілердің жағыңызда қандай болды? Әкемнен көбірек біздердің әкеге қаттыға жақын болдық, еркелеп өстік деп айта алмаймын. Бірақ сол минеткешілігі, адамгершілігі не қылды? Біздерге өткен, тікелей өткен.
және де бізде 4 қыз болғаннан кейін кішкентай уақытымызда айтады екен, енді 5-ші бала болғаннан кейін 4 қыз бар уақытында мен бір қызымды 10 балаға да алмаспаймын деп айтады екен. Сол сөз елеге дейін менің жүрегімде, менің ядымда қатты бір құрметпен қараймын сол сөз үшін. Сол сөзі үшін емес, сол сөзі бәрібір ядымда қалып қойған. Және де біздерге қатты қолдау болды десем болады. Өзім білемен деген затты айтпа, сен еш нәрсені білмейсің еле деп бақыратұғын еді. Сол сөзі де ядымызда қалып қойған. Біздердің еледе бір кішіпейілдеу, адамгершіліктеу болуымыз үшін айтқан деп ойлаймын. Сол. Әлбетте. Егер балалық Қазір дәуірге айтып жіберейін. Бұрынғының папалары, әкелері, яғни бұрынғы тәрбиямен өскен. Қазіргі әкелердей болып қызын еркелету, басқаша нелер, олар эмоцияларын о дәрежеде көрсетпейді. Іштен қиналу мүмкін, іштен жақсы көру мүмкін, бірақ сыртқа көрсетпейді тұғын. Біздердің әкелеріміз сондай тәрбияда өскен. Енді қазіргі заманда мысалға психологларды интернет тармақтарында көріп, қандай мүнәсебетте болу керек дегелерді көріп тәрбияланып жатыр бір жағынан ер азаматларымыз да. Сол үшін ойлаймын, ондай қаттыға біздерді еркелетіп, жаңағыдай қылып өсірмеген. балалық дәуірім ажайып өтті деп жатырсыз ғой. Егер балалыққа қайтуға және бір имкан берілгенде кіммен қайтқан болар едіңіз? Кімменен? Білмедім. Егер балалық дәуіріңізге қайтсаңыз, нені өзгерткен болар едіңіз? Еш нәрсені өзгертпей тұрған едім. Жылдар өтіп, реалист не болып кеткенмен ба, мен қиялы едім азылар. Еш нәрсені өзгертпей тұрған едім. Себебі мен сол уақытында, сол қиыншылықтарды дейміз ба, сол дәуірлерді өтпегенімде мен бәлкім бұндай болып отырмай тұрған едім деп ойлаймын. Жаңа айтқанымдай, хаммесін өмірде бар заттың хаммесін тура қабылдап, өзіме ішкі әлемімді тыныштандырып алғанмын. Еш нәрсені өзгертпеймін, тек қана өзімді қабылдау сол. Қазір сіз айтып жатқан уақытыңызда да 17 жаста шықтыңыз, қиыншылықтарды айтың деп жатырсыз ғой. Сол болған жағдайлардың хаммесін қабылдап, мен қазір мен үшін бір ауыртпашылық, болмаса бір жүрегімнің бір шетінде қиналу, бір жылап еске алу деген заттар болып отырған жоқ менде. Себебі сол уақытларды жібергенмін мен. Себебі ол менің өмірде өмір сүруім үшін, алдыға қарай ұмытылуым үшін мен үшін жүк ол. О затларды жібермесең, хамме зат адамның ішкі дүниясынан келіп шығады. Ішкі мотивацияда, жаңа айтқандай хаялық, әйел адамның гармониясы да хаммесі ішті тазалап алмаған уақытында о затлар өзгерістер болмайды. Соның үшін мен сол затлардың хаммесін жауып тастағанмын бәлкім жібергенмен десем болады бір сөзбен, жаңа психологтардың сөзімен айтқанда толық қабылдағанмын. Соның үшін ядыма қазір ондай бір жылап еске алатын затлар келіп жатқан жоқ. Әрбір хаял адам сондай болу керек деп ойлаймын. Өткен Дейл Карнегидің сондай бір кітабында оқып қалып едім. Сол сөз мені тыныштандыруға да еледе себеп болған, түрткі болған. Өткен өміріңменен келешегіңменен жасама. Сен қазіргі дәуіріңде жаса. Өткен зат өтіп кетті. Сен келешек үшін қайғырма. Келешек ол еле келген жоқ, не болатынын білмейсің сен. Соның үшін қазіргі уақытымыздан ләззат алып дейміз ба, мотивация алып, шүкіршілік етіп, дәл қазіргі уақытты қабылдап, солмен жасау. Өткен өмір өтіп кетті. Сен үшін тәжірибе болды. Хаммесі сен үшін хайырлысы болды деп өзіме солай түртіп алғанмын. Әлбетте, қандай жақсы. Ал ұмытылмас қуанышлы дәуірлер, қуанышлы сол бір өміріңізде басқаша қуанып еслейтін уақытлар болды ма? Сол уақытлармен бөліссеңіз. Сондай бір уақытлар болады ғой инсанның өмірінде. Және де жасағың келіп, басқаша креатив нәрселерді жаратып, өмірге басқаша көзқараспен қарап тұруға талпындыратұғын. Ондай хаптесте бір рет, айына бір рет болып тұрады деп айта аламын. Жаңа айтқанымда ешкімнен еш нәрсе күтпеймін, және ішкі мотивация. Өзімді өзім солай шыңлап дейді ма, жасауға еледе жақсы өмірге ұмтылуға
өзімде әрдайым ешбір біреудің көмегісіз харекет етемін. Сол жаңа айтып отқаныңыздай бірінші нәубетте негізі қуанышлы күндеріміз көп болсын, бірақ сол қуанышлы күндерді көбейтуіміз өздерімізге де байланысты деп ойлаймын. Ішкі мотивацияны дұрыс алып барып, хаял адамның ішкі гармониясы нормаға түскен уақытында атрапындағы инсанлар, біздер бұрынлары ашуым келетін еді, көп нәрсе хаял адамға байланысты десе. Қазір ойлап қарасам, расында да сондай екен. Хаял адамның ішкі гармониясы нормада болған уақытында шаңырақтағы атмосферада сол дәрежеде өзгереді екен. Сол балаларымызға қуаныш сыйлау, өмірлік жолдасымызға, ұлым айтқанда, үйдің атмосферасына қуаныш сыйлау көбінесе хаял адамға байланысты екен. Жаңа қуаныш сөзіңізге нетіп отырмын, өздерімізге байланысты. Әлбетте. Дұрыс айтасыз, өздерімізге байланысты. Әлбетте, қандай да бір жағдайға сүйенбестен, содан мотивация алмастан, біз әрбір денсаулықпен атқарған таңымыздан мотивация алып, қуанышты жасауымыз керек. Шүкіршілік етіп. Дұрыс айтасыз. Шаңырақ, өмірлік жолдас, ата-енеңіз, балаңыз арасындағы балансты қалай ұстайсыз? Жұмысыңыз? Хаммесін бір нормада ұстап тұру қатты қиын зат. Ол har күні нормада деп айта алмаймын. Бір күні балаларыма көбірек ітібар қаратамын, бір күні жұмысыма дегендей, бір күні жағдай ата-енемнің жақсы көретін тағамдарын пісіріп беріп, үлкен адамдарға көп нәрсе керек емес. Көбірек ітібарды жақсы көреді. Көбірек жақсы көрген тағамын пісіріп берсең, жақсы сөйлесең, одан артық еш нәрсе керек емес. Және де бір қыз келіншектерге айтқым келеді, мен енемнің қызындай болғым келеді. Болмаса мен енемнің қызындай боламан деген. Ол қайтып қарасақ та, кімнің өміріне қарасақ та, ол зат дұрыс емес. Себебі ене ешқашан ана болмайды, сен енеңе ешқашан қызы бола алмайсың, оның орнын баса алмайсың, бірақ сен келіні бола аласың. Мен айта жақ емеспен суық болың деп, бірақ хамме затты нормада, өзінің орнында ұстап білсеңіз, өмірді сүру, өмірде жасау жеңілеу болады ата-енеменен бірге жасаған уақытында. Әлбетте, қолдағы келін бәрібір кеңілеу болу керек екен. Себебі, мысалға, өздеріміз үйде 4 перзентпіз, ертең келін түсірсек, мысалға, біздерді барып тұрамыз ата-анамыз көруге, бірге отырғымыз келеді, бірге жиналғымыз келеді. Сол уақытында, барған уақытында үйдегі келін қабағын үйіп отырса, бәрібір сен барғанменен ол жерде бір хас етіп отыра алмайсың, бір сөзбен айтқанда. Солай үйдегі келін бәрібір кеңілеу болу керек деп ойлаймын өзім. Енді ата-енеменен тұрғаннан кейін ол қалесең, қалемесең, меніңше бәрібір әрбір жағдайды қабылдау керек деп ойлаймын. Әлбетте. Достарыңыздан пән жеген уақытларыңыз болды ма? Достарымнан, менің онша көп адамдарменен қатынасуға, зияпатларға баруға жоқпын. Неге? Білмедім, ол неге екенін. Себебі қазір мен өзімнің хатекі жақынға дейін, мен қазіргі уақытта да өзімнің үйіме де көп қыдырып бара бермеймін. Менің қазіргі миссиям дейді ғой, рауажлану, балалар тәрбиясы тек қана созатлар болып кеткен менің өмірімде. Соның үшін мектеп дәуіріндегі және колледж уақытындағы достарым бар. Қазіргі уақытта да бар енді достарым, бірақ жақын достарым көп деп айта алмаймын. Мүнәсебет о дәрежеде жақын емес, пәнши тоғындай дәрежеде. Қазіргі мақсатларыңыз қандай? Келешекке қойған? Қазіргі мақсатларым тек қазір біздер бір затты басылағаннан кейін, біздер алдын негізінде өмірлік жолдасымызбенен бірнеше бизнесларды істеп көргенбіз. Хаммесі бір жылға бармай жауып қала берген. Ендігі мақсатым, ода қалесе, осы бизнесімізді кеңейту, Өзбекстан көлеміне алып шығу. Соның үстінде істеп жатырмыз. Соның үстінде ойланып жатырмыз дегенде. Ниетіңіз жолдасыңыз болсын. Әлбетте, 10 жылдан соң Меко мама өзін қай жерлерде көреді? 10 жылдан өзіме де арасында сұрақты беріп қойман. Бірақ ойыма еш нәрсе келмейді. Негізінде келешекте жақсы көз алдыңа келтіру негізі бар зат, ол дұрыс зат негізінде. Күнделік тұтасыз ба?
Мақсатларыңызды жазып барасыз ба? Иә, күнделік тұтуға, жазуға көп жоқпын. Шүкіршілік жазу, мақсатлерді жазу болады, бірақ күнделік жазуға жоқпын. 10 жылдан кейін ойландырып қойдыңыз. Арзу ниетлерім көп, бірақ оның қазір анық сізге бір сөзбенен тәрбиелеп бере алмайтын шығарман деп ойлаймын. Бірақ сол 5 жылдан қандай боламан, 10 жылдан қандай боламан емес, соны ниет ету, жақсы ниет ету. Сол затлар болады, бірақ өзімде сондай сұрақ беріп тұрамын арасында. Жақсы ниетлермен ойлап жүресіз. Әлбетте. Әлбетте, ниетіңіз жолдасыңыз болсын. Және де ішіңізде айтқыңыз келетұғын нәрселер бар ма? Мен сұрамаған. Енді тұрмысқа шығатұғын сол бір басқышта жүрген қызларға не айта аласыз? Енді тұрмысқа шығатын қызларға қазір көп адамға мәслихат беріп жатыр ғой. Оларға көп деп ойлаймын. Көп айтылды деп ойлаймын. Ал енді тұрмысқа шығып болғаннан кейін жаңағыдай дәуірде тұрған қыз келіншектерге бірінші орында өзіңіздің үстіңізде істеңіз деп айтқым келеді. Яғни диплом оқыған болуы мүмкін, бірақ өмірдің сабақларын, өмірді жасау ол басқа. Ол дипломға байланысты емес. Өмірде өзіңді бақытлы қылып жасау, келешекке ұмытылу, ол тек қана өз үстіңде істеуменен давам етеді. Қаншама қыз келіншектеріміз бар, мысалға, қанша дипломы болғанменен бәрібір өзін бір бақытсыз, жалғыз сезінеді ғой. Соның үшін өз үстіңде істеу әрдайым керек қай адамға. Тоқтап қалмай, күнде, har күні. Ол өзіңді қорғау, шекараңды қорғау, жақсы нәрселерді ойлау бірден келіп қалмайды, бірақ басқыш па басқыш, солай адам өзін құрастырады деп ойлаймын. Рухи дүние ең бастысы бай болу керек дейсіз ғой. Сол жас келіншектерге, қызларға үлкен адамның патиясында гәп көп. Ол тек қана ата-ене емес, ата-ананы да ұмытып қоймау керек тұрмысқа шыққаннан кейін. Біздер тұрмысқа шыққаннан кейін сол барған неміске масласып кетуге қарекет етеміз ғой. Көбірек адамдардың күйеуінен шығу, қайтем, ұнайман дегендей да. Бірақ ол да әрдайым дұрыс емес. Біреуге жағынуға, біреуге ұнауға қарекет етпеу керек. Өзіңнің жолыңменен, өзің дұрыс деп білген затларменен шұғылану керек, қарекет ету керек, және үлкен адамдардың патиясында сөз көп. Енді біреулерге ұнауы мүмкін, бұл сөзім ұнамауы мүмкін, бірақ өзімнің тәжірибемнен, өзімнің кішкене болса да мен еле адамдарға мәслихат бере алатұғындай дәрежеде мен ба, емес пен ба деп кеше сіз маған көрсетуге мұрат еткен уақытыңызда өзімді сол түніме ойланып шықтым. Расында да мен соған немен ба деп, еле мысалға, я балаларымды үйлендіріп, қызымды тұрмысқа беріп, сондай жастағы апалардан мәслихат сұраса туырлау болады. Енді біздер енді тұрмыс құрып жатқан қызларға кішігірім болса да өмірден алған немісті тәжірибеміз деп айтамыз ба. Әлбетте дұрыс айтасыз, біздің менталитетімізде бірақ сондай нәрсе бар, сондай жастар да өзінің бір өмір тәжірибелеріменен бөлісіп атырған кезде сен қалып едің енді, оны түртіп айтпаған, үлкен жастағы инсалар айтсын ондай етіп, ақыллық етпе деген нәрселер бар да. Негізі ақыл жаста емес, баста өмірлік тәжірибелерге қарайды. Рахмет дейміз ажайып сәубет үшін, өмір тәжірибелеріңіз үшін, берген білімдеріңіз үшін. Әлбетте, әр бір өзіне керек жерін қызларымыз күнделік подкастымыздың ажайып ықылас-бетілері күнделік бетлеріне түртіп алады. Уақытыңызды ажыратып келгеніңіз үшін рахмет. Біз қоштаспаймыз. Сау болың және көріскенше деп қаламыз. Көрсетуге шақырғаныңыз үшін рахмет. Дауамлы болсын. Ықылас-бетілеріңіз көп болсын алдағы уақытта. Және де қыз келіншектерге айтарым, ешқашан өзіңіздің үстіңізде істеуден, өзіңізді тәрбиелаудан тоқтап қалмаң. Ең басылысы сол. Және де бақытлы жасауға, жақсы келешекті күтуге, жақсы келешек үшін қарекет етуде har күні тоқтамауға қарекет ету керек.
балаларыңыз ушунда, өмүрлүк жолдошуңуз ушунда, улма өзүңүздүн бактылуу жасооңуз үчүн албетте күнү менен айтылган затлар азгынтай болсо да силерге мотивация боло алады, түртүп ала аласыз деген ниеттемин. Және бир мәрте рахмет. Әлбетте. Хамише көзлеріңіз көруден, жүзлеріңіз күлуден, аяқларыңыз жүріп, кішкене ғана жүректеріңіз дүктүк ұрудан ешқашан тоқтамасын. Бұл күнде лайк подкасты. YouTube тармағымызға ағза болың, һәм күнде лайк басың.